Бір жылда Канададағы Квебек провинциясында 3 электр мектеп автобус өртенді. Осыдан кейін әлеуметтік желілерде экологиялық көліктер бензинмен жүретін көліктерге қарағанда қауіпті деген пікірлер көбейді. Бұл рас па? Карнеги Меллон университетінің машина жасау профессоры Кейт Уайтфуд мәлімдегендей, электр көліктерінің бензинмен жүретін көліктерге қарағанда қауіпсіз екеніне дәлел жеткіліксіз. Алайда ол өрт шығу қаупі кем дегенде бензин көліктерімен шамалас деген пікірде. Швеция ғалымдарының 2018-2024 жылдарды қамтыған зерттеуінде де электр көліктерінің өртену жағдайы өте аз болғаны, әрі бұл көрсеткіш басқа көлік түрлеріне қарағанда төмен екен айтылған. Auto Insurance EZ компаниясы көлік қауіпсіздігі жөніндегі ақш ұлттық кеңесінің деректерін талдап, мынадай қорытындыға келген. Әр сатылған 100 мың көлікке шаққанда электр көліктерінде 25 өрт, ал гибрид қозғалтқышы бар көліктерде 3475 және тек бензинмен жүретін көліктерде 1530 өрт оқиғасы тіркелген. ақш-тағы өрттен қорғау ұлттық қауымдастығы да кейінгі жылдары электр көліктеріне қатысты өрт оқиғаларының азайып келе жатқанын, бірақ бұл мәселені тереңірек зерттеу қажет екенін айтты.